бірімізді сүйейтіндей болайық. Анау заманында жасында көрген жоқ, өскенде айтар жоқ деді. Осы 60-ға келген жасында мықты істегенім жоқ, бірақ ел көрдім, жер көрдім, өмір көрдім. Бүкіл дүниені деп айтпаймын, төрткүл дүниені арладым мен. Торғай даласында Алматыдағы өнер ордасын бітіріп, Торғай даласына отработкамен дейді, қызмет бабымен. Сонда 10 жылдың көлемінде мен мемлекеттік филармонияда жұмыс істедім. Сонда Торғайда атақты Ғафу айтады. Ғафудың көзін көрдік, ұлылардың көзін көріп, Ғафудың алдында ән салып, Ғафудың батасын алған азаматтың бірі Ғафу айтады. Торғай дейді да, Торғай. Торғай аты Торғай болғанмен дейді, аты Торғай болғанмен ұлылар қырандар мекен деген ұя дейді. Сол Торғайдан атақты кешегі ұлыларға сабақ берген ұстаз болған алғашқы мектеп Ыбырай Алтынсариннің Шеген деген нағашы өткен. Шеген айтады: ел болған соң дейді да, қоныс керек дейді. Қоныс үшін ғой, соғыс керек дейді. Хан болсаң, халық керек, халық үшін дәстүр, салт керек дейді. Би болу үшін даналық керек, даналық үшін саналық керек. Бай болу үшін шүлеңгерлік керек, шүлеңгерлік үшін кемеңгерлік керек дейді. Батыр болсаң, білек керек, білек үшін ғой, жүрек керек. Молда болсаң, азан керек, азан үшін асатын қазан керек дейді. Кедей болсаң, кәсіп керек, кәсіп үшін машық керек дейді. Сері болсаң, сән керек, сән үшін көркем ән керек дейді. Сол сияқты қазақтың бар ғой, ұлттың жалпы әкесі, ұлттың әкесі тарих. Тарихатсыз шариғат та, мағрифат та, ақиқат та болмайды дейді. Құнанбай Абайға айтады: ей Абай, баласына айтады, мен сен толық білімді ғой десем, сен әлі толық жетілмесің деп айт дейді. Ұлттың әкесі тарих, анасы тіл, қаруы салт дәстүр. Салт дәстүрімізді жоғалтпайық. Солай ғой, сондықтан Маржан апай, шын ықыласыңызға Алла разы болсын. Қазақ айтады: айырылма үйіріңнен, айырылсаң үйіріңнен кетпейді екі қолың бүйіріңнен дейді. Құдай осыны Алла тағала үйірімізден айырмасын. Жақсы адамға мал бітсе дейді да, ағайының жоғына қарасады дейді. Жаман адам мал бітсе, көрінгенмен итке таласады дейді. Итше араласпай, ағайынша бауыр болып, тату болып өмір сүрейік. Жақсы өмір сүргің келсе, жақсы адамдарды ізде дейді. Жақсы адам тапқың келсе, жақсы сөйлеп, жақсылық жаса дейді. Сөйлей беретіндер көп, сөйлей білетіндер аз. Көп сөйлеген білімді емес, дөп сөйлеген білімді дейді бабалар. Бабадан қаған, бабалар тастап кеткен, одан артық ешқандай мен мұра жоқ деп ойлаймын мен. Солай ғой. Заманда қалай келтірсем екен? Бүгінгі таңда біз сөздің арзанға өте құмармыз. Орнымызды білмейміз. Абыройды ойламаймыз. 5-10 теңге бергенге, болмаса дастарханның басында құдалыққа барғанда баямен домбырамен айтқанға 5-6 адам араққа ішіп қол соққанға біз жұлдызбыз. Сондықтан заманда Саққұлақ деген би өткен. Кешегі Алталашқа мәлім Бөгенбай батырдың, месіндерге түсінікті болын айтайыншы, Бөгенбай батырдың тұқымы ұрпағы деп айтайыншы, Саққұлақ би машһүр айтады: қаншама мен би шешендер зерттеп жүріп, ойпырмай, Саққұлақтай мен өте біліміз демейді, Саққұлақтай көп білетін шешендерді мен көрмедім дейді. Орыстар келіп, Саққұлақтан кеп, орыстар кеп, ақылын жазып, орысшаға өздеріне аударады екен. Ойты сөйтіп Саққұлақтан ауылына Ресейге алып барады екен. Бірақ өкінішке орай, машһүр айтады, өкінішке орай көп дүниесін ала алмадым. Екінші барғанымда өмірдің өткен, өмірдің заңдылығы ғой. Сол Саққұлақ айтады. Саққұлақтың күрмеуі шешілмеген түйінінің өзі арғын ішіндегі қанжығалы. Өзінің немере ағасы Бекше деген шешен өткен. Сол Бекшеге барады екен. Шамасы келмеген. Сол күндердің күнінде әйеліне айтты: балам, әйеліне айтты, қатын, ана ағаңа сыбағасын беріп жібер, көп болды, ауылға келмей келді. Баласы Нұралыға айтты: балам, сен бар көкем шақырып кел, қымыз ішіп кетсін деп. Ай қатын, сыбағасын беріп жібер деді. Әйелі нашар болса керек, қайнағасы сондай жұпыны болса керек, онша менсінбейтін болса керек енді. Сонда айтты дейді. Қазақ айтады: әйелің жаман болса, мейманың кетеді, ұлың жаман болса, жиғаның кетеді, қызың жаман болса, жеті ата түбіңге жетеді дейді. Бұл депті бір қатық баған жауырын 5-6 сүйек беріп жіберді. Қазақта еттің екі түрі бар. Біреу сүр. Яғни сүр деген өте тамаша, тәтті бар сүр. Ал сірі деген бар. Ал сірі деген қатық баған ет.
сірден беріп жіберді. Нұралы бала барып көкесінен, көке ассалаумағалейкум деп, айналайын балам, келдің ба? Ауылыңа аман. Деп қоржындағы етті беріп, ай қатын, кедейдің бір тойғаны шала байыған деп, ас кеп қазан пісіп кеп, ортаға қойған кезде қараса ет қап-қара дейді. Қарап айт дейді. Балам деп айт дейді. Байқаңыз, еттің азын жауырыннан, бар болса, кім аяйды бауырынан? Жоқтық шіркін адамға не істетпейді. Бұдағы келіпті өз аулыңнан. Мұнсыз сүрме десем, сірекен ғой. Сараңбай өлді десек, тірекен ғой. Дүниеге көз тоймай, өлі қоймай, бір онда, бір мұнда жүрекен ғой деп айт дейді. Жас бала намыстанып, қап қылды бұл намыстанып, шешесінің істеген тірлігіне намыстанып, ата, сізге әкем сыбағасын жекпетсін қымызшын деп шақырып еді ауылға. Деп айт дейді, сонда айт дейді. Солай ма балам? Сенің әкең саққұлақ сақаң. Бір кездері мен сақаңның бекшесі едім, сақтаулы алтын текшесі едім. Бұл күнде бала жұмсап шақыратын. Мен не? Етігінің өкшесін едім, керексізсе өзгесін деп айт дейді. Сол сияқты жігіттер орнымызды білейік. Ең басты орнымызды білейік. Адамда қай заманда болсын ең бірінші абырой. Кіші жүзде сары дейтін беткен. Даттың үйінде түстеніп отырып, ата жолымен, дәстүр жолымен дәу жүректі сырымға беріп отырып, балам деп айт дейді. Дүниеде 6 ұлы сөз бар, сол 6 ұлы сөзді жадыңа сақтасаң, сен халқының алдында абыройлы бедел боласың. Егер жастыққа салынып ұмытатын болсаң, онда халқың сен бойын аулақ ұстайды деп айт дейді. Текті бала, зерек бала, қанына таппаған қарсынсың дейді. Ата, қандай сөз деп айт дейді. Балам есіңе сақта. Ең бірінші арлы, абыройлы, ожданды бол. Екінші, елге деген парызыңды ұмытпа. Үшінші, жастайыңнан намысты бол. Төртінші, халқыңды алалама. Бесінші, жақыныңды жаралама. Алтыншы, қалысыңды қаралама деп айт дейді. Осы 6 сөзі жанына сақтаған сырымды білесіңдер. Алталашқа атын бәлім сырым. Қазақ мәдениетіне, қазақтың ұлттық тарихына үлкен үлесін қосқан батырдың бірі. Сондықтан сендерге ең бір жігіттер, қай уақытта болсыңдар да ең бірінші абырой тілеймін, Аржан апай. Абырой тілеймін жігіттер.